Ағылшын тілінің 30-шы сабағы. Осы сабақта біз second, third және mixed conditional, қазақша айтқанда екінші, үшінші және аралас шартты сөйлемдерді үйренетін боламыз. Сонымен бастадық. Second conditional, екінші шартты сөйлем. Қалай жасалынады? Егер деген сөзді аламыз, if, сосын етістік өткен шақта жасалыну қажет, past simple. Бұл шарттан кейін үтір қоямыз да, нәтижесі would деген модальді етістік арқылы жүзеге асады. Бұл модальді етістік өздігінен мағынасы жоқ етістік, бірақ негізгі етістікпен біріккен кезде негізгі етістіктің мағынасын өзгертеді. Мысал жасап көрейік. If I won the lottery. Егер мен, етістік өткен шақта, win деген етістіктің өткен шағы won болады. Егер мен ұтсам, ұтқанда, лотерея ұтқанда, I would buy a big house. Мен үлкен үй сатып алар едім. Егер would деген модальді етістікті жалғамайтын болсақ, онда ол мынандай сөйлем болар еді. Егер мен лотерея ұтып алсам, онда мен үлкен үй аламын. Ал сатып аламын. Ал would buy деген сатып алар едім деп сөйлемді өзгертеді. Дәл солай, if she studied harder, she would pass the exam. Егер ол көбірек оқығанда, онда ол экзаменнен өтер еді, емтиханды тапсырар еді деген сөйлем. Бұл сөйлемдерде, яғни адам қиялданып айтады. Егер мен лотерея ұтып алсам, мен былай жасар едім. Дәл солай, мысалы, басқа сөйлемдер жасақ, егер мен мысалы ағылшын тілін білсем, if I knew English, не істер едім? Онда I would, мысалы, watch Harry Potter in English. Егер мен ағылшын тілін білсем, білгенде мен Харри Поттерді ағылшын тілінде қарар едім. Дәл солай, мысалы, мынандай бір қиялданып сөйлем жасауға болады. If I lived in Japan, егер мен Жапонияда тұратын болсам, яғни тұрсам, немесе тұрғанда деп те қазақша айтуға болады. If I lived in Japan, I would, не істер едім? I would eat sushi every day. Мен сушиді күнде жер едім. Деп міне осылай сөйлемді жасауға болады. Басқа да мысалдар жасайық. If he didn't argue with everyone all the time, he would have a more relaxed life. Егер ол барлығымен әр уақытта ұрыспағанда, онда оның өмірі тыныш болар еді. If I were you, I wouldn't go to the party. Егер мен сенің орнында болғанда, немесе сен болсам, онда мен бүгін кешке бармас едім. If I were you, I would drive more carefully in the rain. Егер мен сенің орнында болсам, мен не істер едім? Мен жаңбыр кезінде, мысалы, машинаны абайлап айдар едім. If I had his number, I would call him. Менде оның нөмірі болса егер, онда мен оған қоңырау шалар едім. If dogs had wings, they would be able to fly. Егер иттердің қанаттары болса, онда олар ұша алар еді. Деп осындай елес, қиялданып, арман тілекті ойланып, осындай кездері бұл second conditional пайдаланады. Яғни лотерея ұтып алсам не істер едім? Ағылшын тілін жақсы білсем не істер едім? Жапонияда тұрсам не істер едім? Мен сен болсам не істер едім деген кездері міне осы second conditional қолданылады, яғни шарты past simple'да көрсетіледі, ал нәтижесі мына would модальді етістік арқылы жүзеге асады. Келесі үйренетін нәрсе, жалпы мына болу деген етістік ағылшын тілінде өткен шақта не was немесе were деген екі түрде жасалынады. Was деген жекеше есімдіктермен жасалынса, were деген көпше түрдегі есімдіктермен бірге жіктеледі. If I was you бол керек. Негізі өткен I деген есімдік, бұл жекеше есімдік. Сондықтан да if I was you деген грамматикалық түрде солай дұрыс бол керек. Бірақ осы second conditional, яғни екінші шартты сөйлем кезінде was емес were деген сөз пайдаланады. Және барлық жекеше есімдіктермен he, she, it, you сияқты есімдіктермен осы were сөзі пайдаланады. If I were you, мен сенің орныңда болсам, болғанда. If I were you деп осылай мысал жасаймыз. Және would деген сөзді қысқартып та жасауға болады. I would емес, I'd деп апостроф арқылы I'd buy a big house. If I won the lottery, I'd buy a big house. If I knew English, I'd watch
деп апостроф қосып жасаймыз. I'd watch Harry Potter in English деп осылай would сөзін қысқартуға да болады. Келесі үйренетініміз third conditional. Үшінші шартты сөйлем. Үшінші шартты сөйлемнің екінші шартты сөйлемнен айырмашылығы қандай? Екінші шартты сөйлем бұл қиялдағы ойды, арман тілекті айту үшін пайдаланады. Мысалы, мен лотерея ұтып алсам, мен мынаны жасар едім, мен сен болсам, мынаны жасар едім деген сөйлемдерді айту үшін second conditional пайдаланылады. Ал third conditional ол қазіргі уақытқа байланысты емес, өткен шаққа байланысты сөйлемдер деп пайдаланады. Бұл қалай жасалынады? If perfect етістігі арқылы жүзеге асады, яғни үшінші шарт сөйлем perfect етістігі арқылы жүзеге асады. Шартын қоямыз, if және perfect етістігінің өткен шақтағы түрі және нәтижесі would деген модаль етістік, сосын present perfectті жалғаймыз. Мысал жасап көрейік. If I had studied harder, I would have passed the exam. Егер мен сабақты жақсы оқығанымда, мен экзаменді, емтиханды тапсырар едім ғой. If she had gone to university, she would have become a teacher. Егер ол университетке барғанда, ол мұғалім болар еді ғой. Яғни, мына екі мысалды да қарасақ, ол өткен шақта сабақты жақсы оқыған жоқ, сол үшін емтиханнан өтпеді. Ол университетке барған жоқ, сол үшін мұғалім болмады. Бірақ, егер ол жақсы оқығанда, емтихан тапсырар еді ғой. Университетке барғанда мұғалім болар еді деген сөйлемді айту үшін, яғни қиялдағы ойды, арманды айту үшін емес, өткен шаққа байланысты мынаны жасағанда осылай жасар еді ғой деген сөйлемдер айту үшін осы third conditional пайдаланады. Мысал жасап көрейік. If I had known, егер мен білгенімде, нені білгенімде, мысалы that you were coming, сенің келе жатқаныңды білгенімде, тамақ салып қояр едім ғой, яғни ет асып қояр едім ғой деген сөйлемді айтайық. Бірақ мен ет асып қойған жоқпын, өйткені сен келе жатқанын білген жоқпын. Бірақ егер білгенімде, мен ет асып қояр едім ғой дегенді айтайық. I would have made food, немесе I would have made бешбармақ деп те жасауға болады. Мен тамақ жасап қояр едім ғой. I would have made food деп айтамыз. Яғни шартында past perfect қолданылып тұр. If I had studied, if she had gone, if I had known. Ал нәтижесі would деген модальді етістік арқылы жүзеге асып тұр, және модальді етістіктен кейін present perfect would have passed, would have become, would have made деп жасаймыз. Басқа да мысалдар жасап көрейік. If we had taken a taxi, we wouldn't have missed the plane. Егер біз такси алғанымызда, біз ұшақты жіберіп алмас едік қой. Жіберіп алмас едік деген сөйлем, яғни біз такси негізі алған жоқпыз, сол үшін ұшақты жіберіп алдық, яғни ұшаққа кешігіп қалдық. Бірақ егер такси алғанымызда ғой, біз жіберіп алмас едік деп өткен шаққа байланысты сөйлемдерді осы third conditional арқылы жасаймыз. Мысалы, if we had played a little better, we could have won the game. Егер біз кішкене жақсырақ ойнағанымызда, біз ойынды ұтар едік қой деген сөйлем. Would деген модаль етістіктен бөлек, would сөзінің орнына could немесе might деген сөзде модаль етістіктерді қолдануға болады. Жалпы third conditional өкініш, бір сын, критика айту үшін пайдаланылады. Мысалы, тағы да мысал жасап көрейік. If you had saved your money, you could have bought a computer. Егер ақшаңды сақтағаныңда, сен компьютер сатып алған болар едің. Немесе сатып алған болар едің ғой деген сөйлем. If it had snowed, we could have gone skiing. Егер қар жауғанда, біз шаңғы тебуге барар едік қой. Барар едік деген сөйлем. Яғни бұл қиялдағы бір әңгіме емес, бұл кәдімгідей болған нәрсе, яғни мен ол университетке барған жоқ, мен сен келе жатқаныңды білген жоқпын, бірақ білсем мен мынаны жасар едім ғой деген сөйлемдерді айту үшін осы third conditional пайдаланады. Екінші және үшінші шартты сөйлемді жақсы түсіну үшін жалпы шартты сөйлемдерді салыстырып көрейік. Мысалы, мына бір қарапайым сөйлемді алайық. If you study, you pass exam. Егер сабақты оқысаң, онда емтихан тапсырасың.
деген сөйлем. Zero conditionalда жалпы біз білеміз, шартта нәтижесі де present simpleда болады. If you study, you pass. Мағынасы қалай? Бұл жалпылама айтылады, яғни әркез сен сабақты оқитын болсаң, онда емтихан тапсырасың. Ол әркез солай, ол факт деген сөйлем. Ал first conditional ол нақты бір ситуацияға, бүгінгі күнге ғана қатысты айтылатын сөйлем. Мысалы, if you study, you will pass your exam. Шарты present simpleда, ал нәтижесі future simpleда жасалынады. If you study, you will pass. Бұл нақты бүгінге қатысты айтылады, яғни сен сабақты оқысаң, мына келе жатқан емтиханыңды тапсырасың, жақсы тапсырасың деген сөйлем. Second conditional бұл қиялдағы ойды айту үшін сондай кездері пайдаланады. Мысалы, if you studied harder, you would pass the exam. Шартында past simpleда, ал нәтижесінде would модальді етістік арқылы жүзеге асады. If you studied harder, мысалы, сен өзіңнің like your teacher, өзіңнің мұғалімің сияқты сабақты күштірек оқығаныңда сен емтиханды тапсырар едің, тапсырар едің ғой деген сөйлем. Яғни бұл бір қиял, сондай мұғалімің сияқты оқығаныңда сен тапсырар едің деген сөйлем болып табылады. Ал third conditional бұл қиял емес, бұл кәдімгідей өткенге байланысты айтылатын, бір өкінішті айту үшін пайдаланылатын сөйлем түрі. Мысалы, if you had studied harder, you would have passed the exam. Егер сен сабақты күштірек оқығаныңда, сен емтиханды тапсырар едің ғой, тапсырған болар едің ғой деген сөйлем. Яғни, негізі сабақты жақсы оқыған жоқ, сол үшін емтиханнан өтпеді. Бірақ сен егер соны көбірек оқуың керек еді, оқығанында сен тапсырар едің деген сөйлем болып табылады. Келесі тағы бір мысал алайық. If we drive, we get there faster. Біз егер машина айдайтын болсақ, машинамен баратын болсақ, онда біз ол жерге тезірек жетеміз. Ол жер деген, мысалы, кітапханаға тезірек жетеміз деген мағынада айтсақ болады. Яғни әркез солай, машинамен барсақ, біз тезірек жетеміз. Жаяу жүргенге қарағанда, машинамен барғанда тезірек жетеміз. Бұл zero conditional кезінде жалпылама сөйлем, бұл факттарды айту үшін пайдаланады. Ал first conditional ол нақты бір ситуацияға бүгінге ғана қатысты айтылатын сөйлемдер. If we drive, we will get there faster. Егер біз бүгін ол жерге машинамен барсақ, онда біз ол жерге тезірек жетеміз деген сөйлем. Second conditional ол қиял. If we drove, we would get there faster. Бізде негізі машина жоқ, бірақ егер машинамыз болып, машинамен баратын болсақ, онда біз тезірек жетер едік деген сөйлем болып табылады. Ал third conditional ол қиял емес. Керісінше, мұнда мынандай ситуацияны алуға болады. Мысалы, біз кешігіп келдік, 30 минутқа кешігіп келдік. Сол кезде кешігіп келгеннен кейін мына сөйлемді айтуға болады. If we had driven, we would have gotten there faster. Егер машинамен келгенімізде біз тезірек келер едік қой деген сөйлем болып табылады. Келесі үйренетініміз mixed conditionals, аралас шартты сөйлем. Бұл шартты сөйлем second және third conditionalда араластырылып жасалынады. Яғни, second conditionalдың шарты мен third conditionalдың нәтижесі бірігеді, немесе third conditionalдың шарты мен second conditionalдың нәтижесі бірігеді. Сонымен мысал жасап көрейік. Яғни, мына if past perfect және нәтижесі second conditionalдың нәтижесін біріктірейік. If we had studied Kazakh, my Kazakh would be better. Егер біз қазақша оқығанымызда, негізі қазақша оқыған жоқпыз мектепте, бірақ егер оқығанымызда, онда менің қазір қазақшам жақсы болар еді деген сөйлем. If you had put your coat on, you wouldn't be sick. Егер сен пальтоңды сол кезде кигеніңде, негізі киген жоқ пальтоны, бірақ егер кигеніңде қазір ауырып қалмас едің деген сөйлем. Would not дегенді қысқартып wouldn't деуге де болады. Wouldn't be sick, you wouldn't be sick. If you had put your coat on, you wouldn't be sick. If I had taken English in school, I would have more job opportunities. Егер мен ағылшын тілін мектепте алғанымда, негізі ағылшын тілін мектепте оқыған жоқпын, бірақ егер алғанымда, онда менде қазір көптеген жұмыс мүмкіндіктері болар еді деген сөйлем болып табылады. Енді келесі түрін біріктіріп көрейік. Second conditionalдың шарты мен third conditionalдың нәтижесін біріктіріп көрейік. If Sam spoke Russian, he would have translated the letter for you. Егер Sam қазір
жалпы орысша білгенде, орысша сөйлегенде, немесе орысша сөйлесе, білсе, онда ол саған хатты аударып берер еді ғой. Why didn't you come to birthday party? Неге туған күн кешіне келмедің? If I lived closer to you, I would have come. Егер мен саған жақын тұрғанымда мен келер едім ғой, мен соғып кетер едім ғой деген сөйлем болып табылады. Міне аралас шартты сөйлем осылай second және third conditionalдың шарттары мен нәтижелері біріктіріліп жасалынады. Сонымен біз осы сабақта second, third және mixed, қазақша айтсақ екінші, үшінші және аралас шартты сөйлемдерді үйрендік, мысалдар жасап көрдік, мағынасымен таныстық.